Ассалаумағалейкум, армысыздар қазақ елі. Қазіргі мына Қазақстан Республикасында өзіміздің елімізде тұрып жатқан балық шаруашылығына деген көзқарас, жалпы бұл шаруашылықтың қажет екендігі жөнінде біздің министрлігіміз енді ойланып жатыр. Оған да шүкір дейміз. Жалпы қазіргі экология, геология және табиғат ресурстары министрлігі тарапынан 10 жылдық бағдарлама әзірленіп, ол бағдарлама қабылданды. Бұл бағдарламада осы өңірлік дамыту, субсидиялау, жем азықтарына кететін шығындарға жеңілдіктер қарастыру бағыттары бойынша бұл бағдарлама жұмыс жасайды. Менің айтайын дегенім, мынау енді бастап келе жатқан шағын тоғандары бар осындай кәсіпкерлерге, балық өсірем деуші кәсіпкерлерге қазіргі таңда жүріп жатқан осы кезеңдегі негізгі бір бағдарлама жайлы айтқым келіп отыр. Және ол жайлы мен арнайы өзімнің ауданыма барып консультация алған болатынмын. Менің сол бойынша сіздермен бөліскім келіп тұр. Бұл өйткені тамаша мүмкіндік. Әсіресе құрал жабдықтарды қайтарымсыз грант арқылы алуға болады. Бұл жерде жалпы сіз кішігірім шаруашылық бастаған кезде, мысалы балық шаруашылығымен айналысқыңыз келсе, өсірумен, сіз ең бірінші өзіңізге қажетті құрал жабдықтарды тізімін білгеніңіз жақсы. Жалпы бұл бұл шаруамен айналысқанда қандай құрал жабдықтар керек? Мен сіздерге ең басты негізгілерін айта кетейін. Бұл жерде сізде егер тоған болса, негізі қайық болған дұрыс. Өйткені бассейндер жасауға көп қарапайым шаруалардың қаражаты көтере бермейді. Мысалы, олар тоған қазды дейік жерден. Ол кезде мысалы шағын қайықтар болған дұрыс. Және одан да маңыздысы, сізде шабақ өсіретін болсаңыз, қолдан әртүрлі жағдайда, мысалы су тексеретін, судың оттегісін тексеретін және судың құрамын, температураны анықтайтын қолыңызда аппарат болғаны жақсы. Бұл аппараттар өте қымбат деп айтуға болады, себебі бұл аппараттар арзан тұрмайды. Және де әртүрлі ау құралдары, көбінесе ау құралдары өте қажет. Өйткені балықтарды бөлген кезде судың бетіне арнайы шарбақ жасап, соның ішіне бөліп, аталық бастарды бөліп, сондай жұмыстар жасауға өте қолайлы. Сондықтан осындай аулардың әртүрлі көзі, әртүрлі ау құралдарын алған өте жақсы болады. Және де қазір неше түрлі сауда жасайтын сайттар көбейіп кетті. Солардың ішінде көп кездесетін, мысалы, маятниковый кормушка дейміз. Және бұл кормушкалар өте тиімді. Кішігірім тоғанда болсын, балықтарды азықтандыруға өте тиімді. Сіз тәуліктік рацион есептеп аласыз да, соған салып қоясыз. Ол балықтардың бір тәулікте азықтандырумен қамтамасыз етеді. Және насостар, мысалы, келеңсіз жағдайлар болған кезде өзіңізге қажетті бір насостарды алсаңыз болады. Әртүрлі жұмыс күшіне байланысты. Осы бизнестің жол картасы 2025 инновациялық гранты бағдарламасы, бұл бағдарлама осы бастауыш кәсіпкерлерге, мысалы, ИПС немесе шаруа қожалығы бар осындай кәсіпкерлерге өте жақсы бұл бағдарлама. Бұл бағдарламада сіздерден ең негізгі 8 құжат талап етеді. Мысалы, ол құжаттарға бірінші жеке куәлік, өзіңіздің жеке басыңыз, және ИП-іңіздің куәлігі. Бағдарлама барысында сізді оқытады. Бұл оқудың сертификаты, бизнесті оқыған жөніңізде сертификат, және бизнес жоспарыңыз. Сонымен қатар сұрап отырған құрал жабдықтарға кететін қаражаттың 10%-ді өзіңіздің шотыңызда болғаны дұрыс. Және шотыңызда бар екенін айғақтайтын анықтама сұрайды бұл жерде. Және де салықта қарызы жоқ деген анықтама. Және қажетті құрал жабдықтарға коммерческий предложение сұрайды.
бұл коммерческий приложениені сіз сол интернеттен гуглдан қарап осы қайықты немесе жаңағы арнайы аппараттарды сол мекемелердің жаңағы сауда мекемелерінің консультанттарымен хабарласып, телефондарымен хабарласып, солардан өзіңіздің электронный поштаңызға алсаңыз болады. Және бұларды осы бағдарлама нақты басталған кезде олармен арнайы хабарласып отырып, басталған кезде алған дұрыс. Өйткені бағалар қазір күн сайын өзгеруде. Бұл бағдарламаның негізгі тиімділігі қаражатты, қазір халықтың қаражатына байланысты, осы бастауыш кәсіпкерлерге, қайсысын неден бастарын білмей жүрген кәсіпкерлерге бұл тамаша мүмкіндік деуге болады. Әрине жолға осы кішігірім шығындармен, әзірше кішігірім шығындармен бастауға сіздерге кеңес беретінім осы бағдарлама, осы 20 жол картасы 2025 инновациялық гранты бағдарламасымен жұмыс жасасаңыздар өздеріңізге жақсы болады. Бұл жерде айта кететін жағдай, бұл бағдарламаны қаржыландыру қалай жүреді дейтін болсаңыздар, бұл облыстық, маған айтуы бойынша облыстық бюджеттен қарастырылады. Яғни аудан-ауданға таратылады белгілі бір көлемде. Бұл құрал жабдықтар алу өзіңізге ала қарай жұмыс жасауға бұл тамаша мүмкіндік деуге болады. Себебі құрал жабдықсыз кез келген жаңа шаруашылық бастаған кезде, мысалы өзіміздің айтып отқан балық шаруашылығын бастаған кезде, оған қажетті құрал жабдықтарды қай кезде алу керек, қай кезде өзіңізде болу керек, оның түрі қандай болу керек, оны нақтылап сараптап алғаныңыз ол өзіңізге жақсы. Білмесеңіздер арнайы мамандардан, мысалы біздің интернет, YouTube арнамызға мысалы комментарий қалдырып жазсаңыздар, біз міндетті түрде жауап беретін боламыз. Құрметті ағайын, осы балық шаруашылығы елімізде дами берсін. Сіздерге табыс тілеймін. Осындай бағдарламаны жібермей, өздеріңіздің жаңа шаруашылықтарыңызды бастап кетулеріңізге мен шын жүректен тілектеспін. Еліміз дами берсін. Қош сау болыңыздар.